Бүгінгі видеода біздер қазақ ютуберлері болып Балқашта, сондай-ақ Астана қаласына жиналып балыққа барған болатынбыз. Балқашқа аман есен барып келдік, ал Астанадағы рыбалкамыз ойдағыдай болмады. Себебі Ассалаумағалейкум достар, ал біз мінекей превьюдан байқағандарыңыздай қазақ ютуберлері болып Балқашқа жиналудамыз. Бізде қазір таңғы сағат 6. Біз Ақсу Айолы деген елді мекенге жетіп қалдық. Бұйыртса енді Балқашта балдармен кездесеміз. И және де бізде 3 күндік рыбалка. Погода вид деген мощный болып тұр. Міндетті түрде лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік Балқашқа. Біздің пирс рыболовный. Мынау біздің үй полный территориясымен. Біздің машиналар. Ал біздің Понти Жорабек қазір бастайды. Қараңыздар, короче. Бүкіл жан жақтан келіп, балдар болып осылай Балқашта әдем демалыс өткізейін отырық. Следопыттың қармақ бармақ қазір бәрін қолданып. Біздің малдар патсаққа, короче, рак ұстаған ғой. Енді бізге керек емес қой ондай нәрсе. Давай жүрейік. Кеттік. Бұл маған көрмейді қа жүзгені? Давай. Көрмейді. Судың астына кетіп қалады. Разгона болады ол. Жағадан жүргенді көрмейді. Біз жаңа жіберіп әуре болғатсақ, неқта көкемін кетті да, мәңдер, жігіттер кептісіңдер ғой деп. Дәмін көріңдер деп тастап жатыр ғой. Маған қазір бека өзі повар болып қуырып көрем дейді, той суға асап. Бізде, короче, тамақ келді. Осындай, андай витпен, короче, бізде палау, анау-мынау сушняк ұрып жатыр, короче. Балқаштағы бірінші күн, пока бізде тишина. 2 қармақты салып, 3-шісіне желание жоқ что-то. Көрейік, не болады, не темалар кетеді екен. Кешкіге бізде, короче, көктал. Мынандай 3 сазаннан мощный базар. Бізде мұнда рак пісіп келді. Повар жігіт, мына жігіт. Ей, молодец. Бірінші рет пісіп тұрмын. Бірінші рет қазір көреміз. Достар, бізде мына қарасаңыздар қып-қызыл қап. Бұл жап-жасылайды судан ұстабаған кезде. Мына қараңыздар, қолдарының өзі клещи. Қазір енді бұны біз ішек қарнымен қосып бәрін сорып аламыз. Кім дайындағанын айтсай бұның? Кім еді? Бега дайындапты. В общем, мынандай сочный соска краптарды қазір жейміз. Крап па не мынау? Рак. Утрянка басталды, біздің қармақтар чотта тишина. Енді дауыл жел өте қатты болып тұр. Ассалаумағалейкум достар, Астанаға келе салып, короче, Балқаштан кейінгі рыбалка өз жалғасын табуда. Заправкадамыз, короче, газ құйып алып. Мына жақта енді страшный дайындық, полный отырмапты машина. Полный зат салып алды, кеттік ал біз рыбалкаға тағы да. Өзіміздің точкамызға келдік. Бізде қазір сағат түнгі 2. Мына қараңыздар, дала осындай. Соған қарамастан, короче, бірден дала. Бәрі көрінеді, четко, ё-моё. Тато фокус аламай жатыр ғой. Маған дерсі кеттің аяқта палатка. Ішіне бәрін жайғастырып тастадық. Қазір жайлап ішін көрсетем. Ал каналға тіркеліп, лайк басып, поддержканы аямаймыз. Бізде рыбалка бірінші ұйқымен басталады осылай. Қымыз, короче, бәрі бар, четко жатыр. Қайырлы таң, достар, короче, біз тұрдық. Бәрі тұрды. Енді бізде керемет жаңалық, достар, біздің каналда новый қайық. Қайық қайда? Видесің да, короче.
Озоннан заказ берген, наконец-то қайым келді достар. Короче, бұның моделі Polar Bird 3.6, яғни 360 қой, 3.6 метр, Merlin деп аталады. Короче, егер ссылкасы қызық болса, описание тастап кетем. Ана новыйдың аты новый ғой, по-любому үшенен қараңдаршы. Ё-майо, ана қазір өрлейміз. Міне мынандай комплектісімен, короче, осындай екі веслосы бар. Ана полды ұстайтын ағаш бар, андай пол бар жесткий, еще пол үрленеді, короче, ең кайфы. И то мынау, короче, ұсыр мен мынаны 570 деп айтам ғой. Жұмсақ қой әкеңше. Ой, кәдімгі биікте отырасың ада. Бірінші плюс. Насосы кішкене дәурек и және де шлангысы ұзынырақ. Яғни бір орында тұрып, кез келгеніне қойып үрлей бересің. Яғни бұның алды, бір арты, екінші арты и мінекей ортасындағы міне полы. Екінші плюсы, қайықты полный үрлеп тастап, полын салуға болады. Яғни басқа қайықтар сияқты, ой бет жартысын толтырып алып барып салу деген бұда тема жоқ. И мінекей қараңыздар, әр қайсының полының өзінің нумерациясы бар. Міне мынау 1, қазір 2, 3, 4 деп соңына шейін саламыз. Анау бізде ортасы ашық болады. Бірінші полы кетті, екінші полы кетті. Міне 2 полды салғаннан кейін мынаны салып аламыз. Одан кейін 3-ші полы кетеді міне. Енді қазір мынаны саламыз, сосын 4-шісін саламыз. Сонымен бітеді. Қайық дайын, полный. Мінекей Polar Bird Merlin 3.6. Мына губкасы, мынау сиденьясының бәрі жұмсақтығы енді айта алмадым ғой. Йоқ, қазір енді суда өзін қалай көрсетеді қазір бақылаймыз. Таңғасы ішіп ап, асқазанын толтырып ап, короче. Мінеге бізде завтрак, шай, доширак, шоколадпен, колбаса, онда чикен. Ой, страшно дайындық что-то. Көке ұнап отыр ма? Қалай? Дерсің ма? Болды. Қайық дайын. Ал, бисмилля деп. Бәрін салып қойайық. Кеттік ал. Құтты болсын қайық. Артымен мане. Кәнті суаңыз біз бит көтеріп беріп жүреміз. Бізде Нарвалдың River Dance деген осындай кереметтей спиннингі. Одан бөлек бізде мына жақта Нарвалдың Аргумент 2 деген, мынау бізде Титан 3000 деген, короче, сілдапыттағы достарымыз жүрген бұны. Одан кейін бізде Наутилус. Одан кейін баяғы мен қармағым ғой. Нұраның темасын осы жаққа жасап көрейік деп, короче, живец әкелдік. Қазір енді осыларды плавунға саламыз. Карасиктер тірі, база жоқ, кешеден бері. Почти 12 сағат болып қалды мынаның ішінде жүргеніне. Қазір осы живецтерді алып әдемілеп тұрып саламыз. Не хвостани чешуи дейді ғой. Біз қайықтың үстіндеміз, короче. 4 адам адушинан отырып алдық, базар жоқ. В общем, бұған 5 адамға үшін отыруға болады. Енді бір сиденияға, короче, 2 адамнан отырсаңдар, алдына 1 адам отырса, сонымен пойдет ғой. 4 қармақ кеттік ал балыққа. Плавуын тастап жатыр ал, көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6 метр ровно, ё-моё. Карасик, карасик. Карасик, карасик. Короче, первый живец дайын. Кетті ал. Трофейт чарай. Кеттік. Біреу дайын. Ал, мінекей біздің бірінші поклевка. Ана, жинап тастаңдар қармақтарыңды. Валик, мынаны ұстап ал. Маған патсақ керек. Зацепа не? Болды ғой? Давай ал, түсіріп атырмын. Смело ұрайын. Так, что там? Пацак готов, ко? Ой, хорош, давай. Так, бірінші балық есть. О, әдем. Бар. Ал, лескін несін, плеченкін басын қарсын. Тут тигр кто-то двоен. Асакен айтыр. Айтшы ал. Полторашка о, әдем о. Давай. Дәу емес. Бірақ мықты екен. Ой. Біздің мынау қайықтағы алғашқы балығымыз. Окунь емес па, е? Щука ма? Окунь сияқты. Окунь ғой, дәу окунь. Айттым ғой. Бірден білесің ғой, ше? Маған қарағандай окунь. Рекорд мой. Давай.
Давай. Қайықтың үстінде тұрып алғансың ғой, короче. Анан қара, ема. Оп. Жарқы ғой мынау. Гриндер научилась. Килограмм окунь. Мына хорош. Да. Асыға өтпе. Мына сол жағыңа қарашы. Анау тұр, анау. Қолың бұлғама. Давай. Алғашқы балық бар. Өте жақсы отырған. Бәрекелді. Дәу окунь. Вот міне. Әдем окунь. Неше береді? Комментарий жазып. Килограмм. Әдем. Хорош. Нарвалдың қармағына ал. Кеттік ал. Ох, ё қате лақтырдым. Короче, мен что-то сесіп тұрмын ше, анау ненің арасында бар сияқты. Әдемі ет. Нарвалдікі айырып тұрып шығады. Қазір қараңдар, қазір бар. Қазір шығатын адам. Қазір шығады. Ес. Окунь или щука ғой? Щука екен. Давай, пацак. Оп. Жареха бар. Давай. Кетірмейміз ғой. О, молодцы. Алғашқы щука бүгін бізде осылай ашып отыр. Бір окунь, бір щука. Молодец. Шумка ғой қайттан. Қайсы бірдеңе әлін танымай болыпты. Щука ма? Бөпе. Не жүрсің сен? Келем артынан. Хоп. Бәсе айттым ғой, ойнамай қалды дедім ғой что-то. Ұстайтын нәрсе білмейші. Мынау үшінші балық. Мені короче, мынандай намазуный инструмент бар. Хоп, кетті, давай прощай ғой. Мынаны біздің Қызылорданың охотниктері көрсе, анан тұрған жерінде парт еткізіп, ана борсықта. Мощный. Мына борсық деген отморозок болады. Отморозок! Отморозок! Көріну, пофиг қой, датаво ше. Так, бізде балық. Чё там? Не балық? Щука. Хорош. Да готов, қой, пацак. Мына Олег, анау. Әке пацакта кел, Олег. Щука ғой. Кішкентай нормально. Колмаш, бак, кішкентай. Оп, мінекей бізді уақын інім. Давай. Әдем, сезіп жатсың ба? Қатырма, тебе, нормально. Дәу ма? Давай. Шөп емес па? Жоқ. Құйрығы көрінді. Кетір ғой. Әдем. Лучший просто. О, давай. Ой, Валек, несібің зор екен дей. Хорош. Дома, айт. Сөз айт. Дома десей? Дома. Бәсе? Қызылорданың Валек інім кеп, мені бірден висіға салып көрмекші. Жібердім ал. Қана, көрсетші камераға. Не дейді бұл? Бірде екі дейді. Әдем, базар жоқ. Карандашик. Азекеңе карандаш түсіп отыр, базар жоқ. Ұстаған балықтар мені. Аяқ мені. Әдемі. Ең үлкені бірде 2 кило, қалғандары примерно 700, 900, тоже сондай. Осы енді. Қазір Азекең тағы кетіп ұстауға. Аларды біз қазір қуырамыз. Наутилус гриндер. Есть рыба. Ух ты, нормально. За килограмм. Тихо. Котер.
завел, что ли? Эй! Эй! Нормально, да? За КГ. Плавала сам. Хорошая щука. Опа, опа, опа. Тебя пока не устанет, он не сдастся так просто так. Подушку, походу. Только не туда, только не туда. О, нормально. Опа-на, хорошая щучка. Опа-на, тема. Наутилус, давай, не подводи меня. Давай. О, хорошая. Е-мать. Ах ты, красавица. Ах ты, красавица. Весы қайда? Весы по нулям. Два с половиной, наверное. Хорошо? Айттым ғой 2,5. 2,460, смотрите, чистый вес. Еще одна поклевка, друзья. Щучка. Стандарт. В общем, біздің жігіттер келді. Қазір Лексусқа бар, Лексусты көреміз әрлі-берлі. Атак, бұлар келемден кешін ұстаған улов мінекей. Біздің сумканың размері 55 сантиметр. Мінекей, соған сиятындарын бәрін алып кеттік. Ең дәу мұны 2,7 килограмм. Қалғандар 1,5, 1 жоғау деймін. 1,2, сондай. Әдемі, в общем, болды. Рыбалка мәз. Заттарын бәрін жинап жатыр. Мына екінші машина келді біздің құтқарушымыз. Қазір заттарын бәрін осыған салып кетеміз Лексусқа. 18 километр. Мына кішкене үлкейіп кетті 55 сантиметрден. Где-то бір 65 ма шығып қалады. Әдемі базар жоқ. Мощно. Так, міне 18 километр жүрдік. Жалмауызым тұр ғой мен. Қазір баратыр соған. Мынау. Старики еще не на пенсии ғой, короче, начал вообще. Қазір анан көреміз енді әрлі-берлі. Осы енді. Мынандай мен қалдым. Түнде. Айдалада қалғансың ғой, келді ғой қаладан спасатель. Қысқасын айтқанда баллон жарылды. Баллоннан дым қалмады. Айдалада ешкім жоқ. Алланың құдіретін қарашы деймін да, бір ғана дұға ғой. Бір машина, екі машина, аяқтан свет жанып тұр, үшінші машина, мұнда төртінші машина. Айдалада жалғызсың ғой, короче, қасында адамдар бар. Мұңаюға себеп жоқ, өйткені қаладан группа келеді. Помощь келе жатыр, короче. Эй, молодцы! Эй, Рома! Зор кетті! Сюр!
бауырларым жақындарым